안녕하세요 여러분, сәлемдедам. Сіздермен Әсел Үнни және Кимчи ТВ. Достар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Және сіздерді алдағы уақытта пайдалы басқа да ақпараттармен, кіретін сабақтармен қуантатын боламын. Ал менің жаңадан қосылған, жаңадан көріп жатқан достарым болса, оларға да бөлек сәлем. Егер сіздер тіркелмесеңіздер, міндетті түрде тіркеліп, уведомление қосып қоюды ұмытпаңыздар. Тақырыпты көріп тұрғандарыңыздай, бүгін біз Корей дорамалары емес, Корей фильмдер жайында айтатын боламыз. Айта алмай жатырмын, достар. Алдын мен өзімнің алғашқы видеомда айтып өткенімдей, негізі көп блогерлер Корей фильмдерін, дорамаларын оригинал нұсқада көрсін деп айтып жататын еді, сөйтіп айтқан болатынмын. Бірақ негізі бастапқы енді үйреніп жатқан адамға, Корей тілін үйреніп жатқан адамға Корей тілін оригинал нұсқасында фильмдер, дорамаларды көру қиын болады. Өзіме де ол өте қиынға түскен болады. Себебі фильмнің не жайында болып жатқанын, кім екенін түсінбей жататын боламыз. Сол себепті бастапқыда орысша немесе қазақша субтитрлармен көрсеңіз, жартысынан бастап фильмнің ойын мақсатын түсінгеннен соң оригинал нұсқасында көрген тиімдірек. Енді Корей дорамалары емес, Корей фильмдерінің тізіміне көшейік. Бірінші, достар, ол «Паразиты» деп аталады. 2019 жылы шыққан фильм. Үздік фильм ретінде Оскар алған Корей фильмі. Соңы өте ерекше аяқталды, ешкім ойламайтындай. Ал жанры болса триллер. Екінші, достар, «Поезд в Пусан». Бірінші сериясы 2016 жылы шыққан, ал екінші сериясы 2020 жылы шыққан болатын. Арамызда кейбіреулеріңіз көрген шығарсыздар, ал бірінші сериясы көпшілікке ұнағандықтан өте жақсы пікірге, отзывтарға толы. Өзім тіпті бұл фильмді 2 рет қайталап көрген болатынмын. Жанры боевик, ужасы, зомби тақырыбында. Үшінші, достар, осы зомби тақырыбын жалғастыратын болсақ, Пак Шын Хэ ойнаған «Выжить» фильмі 2020 жылы шыққан. Өте қызықты кино, орысша айтқанда әрдайым напряжениеде ұстап отырады, енді не болады екен деп күтіп отырасыздар. Сол себепті міндетті түрде көріп шығыңыздар. Төртінші, ужасы, триллер жанрындағы «Звонок из прошлого» фильмі. Бұл да 2020 жылы шыққан. Бір қызығы, бұл фильмде де Пак Шын Хэ ойнаған. Қарап отырсаңыздар, Пак Шын Хэның 2020 жылы 2 фильмі шыққан болатын. Екеуі де ужасы тақырыбында. Сюжетті қызықты фильмдердің бірі. Бесінші, бұл да ужасы жанрындағы «Телефон» фильмі. Бірақ 2015 жылғы емес, 2002 жылы шыққан, Ха Джи Вон ойнаған фильм. Неге 2015 емес десеңіздер, 2015 жылы да осындай «Телефон» деген атпен фильм шыққан болатын, бірақ ол басқа, яғни ужасы емес, триллер жанрындағы фильм, немесе оны да көрсеңіздер болады. 2002 жылы шыққан «Телефон» фильмде түскен Ха Джи Вонның киносы ужасы тақырыбында. Енді, достар, ужасы тақырыбын қойып, комедия тақырыбына да көшейік. 6-шы фильм ол «Отец и дочь» немесе «Папа это дочь» деген фильмді ұсынамын. 2017 жылы шыққан, әкесі мен қызы денелерімен ауысып, көптеген қызықты жағдайларға ұшырайтын отбасылық фильм. 7-ші, достар, «Моя блестящая жизнь» деп аталады, 2014 жылы шыққан. Менің сүйікті актрисам Сон Хё Кё ойнап шыққан керемет фильмдердің бірі. Жанры драма. Жас кезінде үйленген жастардың баласы прогерия ауруымен ауырып қалады. Не жайлы, қандай ауру екенін білгіңіз келсе, не жайлы болатынын білгіңіз келсе, тек көзге жас алып көретін фильмнің бірі. 8-ші, бұл да 7-ші фильмге ұқсас, жанры драма тақырыбындағы «Чудо в камере номер 7» деп аталады. 2013 жылы шыққан фильм. Бұл фильм басынан бастап соңына дейін көзге жас алып көретін кино. Қызы мен ауру әкесі жайлы айтылатын өте қайғылы бір фильмдердің бірі. Бұл фильмді Түркия елі де қайталап түсірген болатын. Түркия елі түсірген версиясында көрсеңіздер болады, бірақ ол жерде соңы хэппи эндпен аяқталады екен. 9-шы, қыздар қауымы жақсы көретін топ Blackpink жайлы 2021 жылы шығып жатыр. Документалды фильм топтағы қыздар және олардың жетістіктері мен өміріндегі жеңістері жайында айтылады. 2020 жылы шыққан фильмдері де бар екен. 2021 жылдағы фильмдері Blackpink The Show және Blackpink The Movie деп аталады.
10-шы ул әлемге әйгілі BTS тобының фильмі BTS «Открой свою душу» деп аталады, 2019 жылы шыққан. Басқа жылдары шыққанда документалды фильмдері бар екен. Өздері және өздерінің жетістіктері, концерттері және олардың армийлері жайында айтатын документалды фильм. Өзім негізі армия биос деймін, ондай емеспін, бірақ BTS, Blackpink әлемге танылып жатқандықтан олардың өнерлерін сыйлаймын. Бірақ мен Корей топтарының әндерін тыңдай бермеймін, көбіне тек осыдан ұнаған музыкаларды ғана тыңдап жүремін. Бірақ олар әлемге танылып жатқандықтан, олай танылу оңай болмағандықтан, қанша еңбек керек, сол себепті жаңа айтқанымдай олардың өнерлерін өте қатты сыйлаймын. Осымен достар, 10 тізімде соңына жетті, пайдалы және қызықты болды деген ойдамын. Және сол үшін еңбегімді бағалап, менімен болуларыңызды сұраймын. Менімен болғандарыңызға рахмет. және аньон!